Мен Жексенова Динара Қайырбек қызымын. Павлодар қаласындағы номер 33-ші жалпы орта білім беру мектебінің қазақ тілі мен әдебиет пән мұғалімімін. Ұстаздық ұлы өнер, ал заманауи ұстаз үнемі ізденіс үстіндегі зерттеуші деген қағиданы негізге ала отырып, әр оқушының бойындағы зерттеушілік қабілетті дамытуды, білімді тек ізденіс арқылы меңгертіп, өмірмен ұштастыруды педагогикалық ұстанымым деп білемін. Бүгінгі цифрлық дәуірде оқушыларды құрғақ мәтінмен қызықтыру және олардың зерттеушілік дағдысын ояту үлкен педагогикалық мәселе. Осы өзекті мәселенің шешімі ретінде өз тәжірибемде тіл мен технологияның интеграциясына негізделген инфографика және цифрлық сторителлинг арқылы оқушылардың зерттеушілік құзыреттілігін дамыту атты тиімді практикамды ұсынамын. Қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарында қолданған белсенді әдістерім уақыт өте келе оқушылардың қызығушылығын арттырып, зерттеушілік қабілетін дамытуға бағытталған үлкен педагогикалық идеяға айналды. Бұл мені ғылыми ізденушілік бағыттағы жұмысты жүйелі түрде дамытуға итермеледі. Менің практикамның басты ерекшелігі сыни ойлаудың кубизм әдісі мен заманауи STEM бағытының өзара тоғысуында. Зерттеудің алғашқы кезеңінде оқушылар әдеби шығарманы жай оқып қоймайды, сипаттайды, салыстырады, бүгінгі өмірмен байланыстырады, терең талдайды, өмірде қолданады, өз пікірін дәлелдейді. Бұл кезең оқушының академиялық ізденісіне бағыт береді. Ал екінші кезеңде бұл ізденіс заманауи STEM бағытымен ұштасады. Оқушылар ғылыми ақпаратты символдар мен белгілер тіліне кодтап, көрнекі инфографикаға айналдырады. Сонымен қатар цифрлық сторителлинг әдісі арқылы өз зерттеулерін видеоблог, подкаст немесе кейіпкердің цифрлық күнделігі форматында шығармашылықпен қорғайды. Аталмыш жүйе оқушылардың зерттеушілік құзыреттілігін арттырудың ең тиімді шығармашылық жолы болып табылады. Бұл гуманитарлық пән мен IT технологияның нағыз интеграциясы. Ғылыми жұмысты ұйымдастыру туралы іс тәжірибеммен үнемі әріптестермен бөлісіп отырамын. Осы әдістеме негізінде семинарлар, баяндамалар жасап, тәжірибемді қалалық, облыстық, республикалық деңгейде тараттым. Және де мақалаларым жарық көрді. Бұл еңбек мұғалімдер қауымдастығы арасында жоғары бағаға ие болды. Әдістеменің тиімділігін оқушыларымның нақты жетістіктері дәлелдейді. Тәжірибені енгізгелі оқушылардың зерттеушілік дағдысы өсті. Менің жетекшілігіммен оқушыларым қазақ тілі мен әдебиеті бағытындағы ғылыми жобалар конкурстарында, шығармашылық байқауларда жүлделі орындарға ие болып, дипломдармен марапатталды. Жүйелі жұмыстың нәтижесінде оқушыларымның зерттеушілік құзыреттілігі тұрақты түрде дамып, жыл сайын жоғары өсім көрсетіп келеді. Бұл таңдаған бағытымның дұрыстығын дәлелдейді. Ұлттық құндылық пен заманауи технология тоғысқан жерде ғана жаңа заманның шынайы зерттеуші оқушысы қалыптасады. Білімнің құндылығы оны өмірде қолдана білуде. Ізденген оқушы, табысты оқушы. Менің тәжірибем болашақ шығармашыл ұрпақты тәрбиелеудің тиімді жолы. Баршаңызға шығармашылық табыс тілеймін.